Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге ең оңай дайындалатын десерттердің бірі картошка пирожныйның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Бұл пирожныйдың жасалу жолы өте оңай, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қажетті ингредиенттердің барлығын описаниеден көре аласыз. Бізге ең алдымен өзіңіз қалаған печеньелер және де қойытылған сүт, какао және де ертілген сары май қажет. Ең алдымен осы печеньемізді блендермен үгітіп алатын боламыз. Ұнтақтай болуы қажет. Мінекей барлық печеньені осылай ұнтақтап алатын боламыз. Ендігі кезекте какаомызды қосатын боламыз. Какао мен печеньемізді жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды ертіп алатын боламыз. Ендігі кезекте қойытылған сүтімізді және де одан кейін сары майымызды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Салмасына жаңғақ немесе мейіз қоссаңыздар да болады. Мінекей осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте какаомыз бен қантымызды жақсылап араластырып, ұнтағымызды дайындап алатын боламыз. Пирожныйларымызды осындай домалақ пішіндес немесе ұзынша етіп жасасаңыздар да болады. Содан кейін ұнтағымызға орнатып алатын боламыз. Ендігі кезекте тоңазытқышқа қатырып қоятын боламыз. Мінекей біздің өте дәмді пирожныйларымыз дайын болды. Өте оңай дайындалатын болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сіздермен бірге болған Арай, рахмет, сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.